Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін чак-чактың рецебімен бөлісемін. Чак-чак үшін бізге 250 грамм ұн, жарты шай қасық тұз, 4-1 шай қасық сода, 4-1 шай қасық қант, 2 дана жұмыртқа және 20 мл су қажет. Алдымен 250 грамм ұнды жақсылап елеп аламыз. Содан соң оған жарты шай қасық тұз, 4-1 шай қасық сода және 4-1 шай қасық қантты қосып, жақсылап венчикпен араластырамыз. Ұнның ортасын ашып, оған 2 дана жұмыртқа қосып, оны қасықпен араластырамыз. Ұнға 20 мл суды құйып, алдымен қасықпен араластырамыз, одан соң қолымызбен қамыр елейміз. Еленген қамырдың бетін жауып 20 минутқа қалдырамыз. 20 минуттан соң қайтара елеп, тағы да бетін жауып 10 минутқа қалдырамыз. Әбден тынған қамырымызды күлшелеп аламыз. Аздап ұн сеуіп, қамырымызды жаямыз. Қалыңдығы шамамен 2-3 мм болуы қажет. Қамырымызды кеспеге кескен секілді ұзынша етіп кесіп шығамыз. Чак-чакты бауырсақ секілді қызып тұрған майда араластырып отырып қуырып аламыз. Мен чак-чакты сұйық балмен араластырдым. Егер қаласаңыз, сироп жасасаңыз болады. Сироп үшін 100 грамм балға 100 грамм қантты қосып, оны баяу отта газға қоямыз. Қант ерігенге дейін үздіксіз араластырып отырамыз. Бұл жерде балды қайнатпаймыз, жай ғана ысытамыз. Дайын болған сиробымызбен чак-чакты әбден араластырып шығамыз. Чак-чакқа қалауыңыз бойынша мейіз немесе грек жаңғағын қоссаңыздар болады. Мен чак-чакты тарелкаға бөліп салып алғаннан соң үстіне үгітілген грек жаңғағын қостым. Мен өз каналымда тек қана ерекше рецепттермен бөлісетін боламын, сондықтан міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, қоңырауды басып қойыңыз. Сонда жаңа видео рецептерді жіберіп алмайсыздар. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет.